Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қалай сыр жасауды көрсететін боламын. Қолдан сыр, яғни ірімшік жасау үшін бізге бар болғаны 3-ақ зат керек, яғни қаймақ, жұмыртқа және сүт болса болғаны. Сүт қолдікі болса да болады, немесе магазиндікі де болса да болады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып араластырып аламыз да, үстіне қаймағымызды қосамыз. Үстіне 1 десертный қасықпен тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қаймақ магазиндікі де жарай береді, немесе қолдікі болса да болады. Қолдікі болса майлау болады, яғни ірімшіктеріңіз майлы болып шығады. Қайнап тұрған сүтіміздің үстіне жаңағы қоспаны құямыз, жайлап араластырамыз. Қоспамызды сүтке құйғаннан кейін жақсылап араластырып тұрып, баяу отта 20-30 минуттай жаймен қайнатамыз. Келесі кезекте сүзгімізді аламыз, үстіне таза марля аламыз. Сөйтіп жаңағы іріген сүтімізді құямыз. Суы мен іріген сүт екі бөлініп, өзі дайын болып тұрады. Ыстықтай құйып аламыз да, суын сорғытамыз. Қолдан өздеріңіз жасағаннан кейін бұл сыр өте дәмді, ешқандай басқа қоспасыз, табиғи түрде дайындалып шығады. Өздеріңіз де дайындап көріңіздер. Міне осылай ыстықтай марляны қатты сығып, суын сорғытып аламыз. Келесі кезекте оны бір ыдысқа салып, үстін ауыр затпен бастырып қою керек. Мен ыдысымның ішінде 1 килодай тұз бар. Осындай ауырлау затпен бастырып қойғаннан кейін, мен мысалы түнге қарай істесем, түнемелікке тұра береді. Немесе 5-6 сағат тұрса болғаны. Міне осылай кесіп, дәмін көріңіздер, өте дәмді шығады. Және тұздың мөлшерін өздеріңіз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Міне сырымыз да дайын болды.